трассаны соятын, фарын жаққанда көзіңді оятын, любой қотыр жолды үтіктеп қоятын Альфард бұл. Жігіттер, Альфард іздеген ағайындар, мына видео сіздерге арналады. Жақсылап тұрып көріп алыңыздар. Трассаның королі болған, бірақ кішкене бір жаман репутациясы бар. 2016 жылға 2.5 объеммен, вариатор коробкасымен идеальный Альфард осы жігіттер. Қараңдар, мына Альфард, комплектациясы ТРД деп аталады. ТРД деген уже отличиен көріп тұрсыздар ғой. Решетка хромированный, бампер низкий такой, агрессивный бампер, Бұл жерде ТРД деген компания болады, отдельно Toyotадан бөлек осындай минивендарға спортивный обвес, спортивный тюнинг жасайды. Сіздердің өздеріңіздің сүйікті темаларыңыз, расход дейтін темалар қанша болады? Налогы мысал үшін 25 000 теңге налог болады. Май ауыстыруға тоже бір 20 000-ның ар жақ бер жағы кетеді. Свеча ауыстыруға тоже бір 30 000 теңге кетеді. Жақсы свечалар салатын болсаң. Колодкаларын ауыстыруға тоже 40 000 теңге, ең дерзкий, ең жақсы колодкалар салам десең, бастапқы стандартный расходтары осы жігіттер. Одан артық білмеймін енді қандай расход болады бұларда. 2.5 объем бензинді иски дашин по городу максимум 11 литр жет, и то сен тапку беріп айдаған күннің өзінде. Одан басқа не керек по городу әдемі поливать етіп жүруге мысал үшін. Пробегіне келетін болсақ, мысал үшін бұл жерде 66 000 пробег. Машина Япониядан келген жігіттер. Именно Япониядан келген, бірақ хозяин Қазақстандағы. Кайф емес па, я? Бағасы 16 миллион. Сразу айтайын, бағасы 16 миллион. Кімге керек? Жазыңдар, номер осы видеоның астында тұрады. Сол ТРД комплектациясының ішінде тоже мынандай майда шүйде хромдары тоже бар, ручкаларында есіктің тоже хром, повторитель поворотника тоже бар. Бірақ хром мақтай бермей бар ғой, машинаның минусында айту керек оны. Зачем оны мақтап, мадақтап? Қараңдаршы, мысал үшін, любой Toyota мен Lexus'тың маған бір лично ұнамайтыны қанша легковушкасы болсын, үлкен машинасы болсын, мына тормозной суппорттары бір кішкентай баланың әпшуіндей ғана. Мынандай бір суппорт қойып қояды, мынандай кузовқа. Зачем? Кішкене усилить етіп жүруге болатын еді ғой. Білмеймін, бір Toyota'дағылар естіп тұрса, жасаңдар, шайналайын. Перфорированный тормозной дисктар жасаңдар, 4 поршындық суппорттар жасаңдар, салсаңдар өзінің заводскойын қылып тұрып. Сол кезде спростарың өте жақсы болады, себебі біздің қазақтардың ол визитный карточкасы ғой, Toyota деген. Достар, полностью 4 есігінде де бесключевой доступ. Кнопканы бастың, уже ашылады. Электродверь тоже полностью, есіктердің бәрі электронный. Бұл жерде бір айтып кететін дүниелердің бірі жаңағы минусқа деп оралайықшы, я. Мысал үшін, Альфард айдайтындар біледі, есіктері ашылмай қалады, болмаса біздің өзіміздің қазекеңдер де бар, басқалар да бар. Битіп тұрып, жолып тұрып бүлдіреді ғой бұларды. Просто негізі аккуратно жақындап, күтсең водитель іште кнопкамен өзі ашады, ал білсең, бір-ақ рет жақындайсың да ашасың ғой, машинаны. Бәріміз жақсы көретін тема, салон қандай. Салон деген енді жігіттер, бір трехкомнатный квартира ғой, евро ремонты жасалғанша. Не деген кайф мынау. Кожа емес. Саған. Контенттің бәрін тоқтатаса болсын, ұйықтап алайын ба жатып алып. Қараңдар жігіттер. Тоже айтып кететін дүние жаңағы электрический темаларға. Мыналар мысал үшін сиденьялардың барлығы механический. Жігіттер, механика. Ертең электрик іздеп жүрмейсің, ойбай, сиденьям көтерілмей қалды, спинкасы жатпай қалды, там алдыға жылжымай қалды деп. Чисто механический. Ол деген мен үшін өте надежный, практичный, анау-мынауға бұзыла бермейтін, особенно кішкентай балалары, көп балалы семьялар болады, мысал үшін соларға мынау деген өте таптырмайтын кайфовый тема. Себебі кнопкасын басып тастайды, анаусын басып тастайды, коланы төгіп тастайды, сірне болады, сонымен хана болады ғой. Мына жерде ондай тема жоқ, все на механике, барлығы. Кайф, алдыға жылжыт, артқа жылжыт, үшін. Мынандай хуйняларына дейін көтеріледі ғой, кайф емес па, мысал үшін, барлығы механический жігіттер. По салону действительно кайф екен, мысал үшін, семьямен бір жаққа шығатын болсаң, чемодан, мимодан, велосипед, коляска, маляска түгел тығып тастайсың, бала шағаңды отырғызып толтырып аласың да, все, по Казахстану кайфпен жүре бересің ғой. Мынандай подсветкалар тоже бар, жігіттер қазір күндіз болып көрінбей тұрған шығар, бірақ түнде келе жатқан кезде мына майда шүйде подсветкалары, мынау подсветкасы, бір космолетта отырғандай қалады ғой мынау сеніңше. Мынандай тоже бір космический, мынандай телевизоры тоже бар екен, жігіттер, мынау HDMI дейді, HDMI подключениесімен екен мынау. Любой устройствомен қосасың да мынағаны. Сөзінде не қыл жүресің ғой, майда шүйде мультик-пультик дегендерді қосып қоясың ғой. Көп жасаровый деген семьяны қосып бересің балаңа. Болды ғой. Кайфовать етіп отыра береді. Мына жерде тоже, кстати, управление климатом бар екен, то есть температура, печка, мечка, мынандай дефлекторлары бар мына жерінде. Қыстың күні
шешіп ұстап отыра бересің ғой. Жалпы бағана айтып кеттім ғой. Үй қылып алсаң да мынаны қыстың күні жып-жылы болады, жаздың күні сап-салқын болады. Ошын жігіттер алу керек мына машинаны. Келіңдер. Ох, бля. Короче, любой өзі опытный водилалар білет. Машинаға отырған кезде, сен рулін ұстаған кезде уже полностью габаритті сезесің ба, сезбейсің ба, саған арналған ба, арналмаған ба, бәрі сол кезде сезіледі жігіттер. Мына қараңдаршы, мысалы үшін отырмын. Мен өзімде бәленбай жылдық опыты бар водительмін, бірақ мынаған отырған кезде действительно управлениені сезесің. Полностью машинаның габаритін прям рульді ұстаған кезден бастап сезесің ғой мына жерде ше. Мультируль тоже бар. Состояниясы өте жақсы, көп жүрілмегені көрініп тұр. Пробеги, кстати, 66 мың айттым ғой. Жаңа хозяин өзі алған кезде Япониядан. Ол кезде 33 мың болған екен. Тура тағы да 33 мың ғана жүрген екен. Мультимедиасы бойынша айтатын болсақ, TIS орнатылған екен, жігіттер. TIS деген өзі специально бір организация осындай дисплейлар шығарады машиналарға деген. Өте қымбаттардың бірі. Мультимедиасы 250 мыңға шығыпты, жігіттер. Кстати, камера 360 тоже бар. Парктроник, алдыңғы парктроник, артқы парктроник тоже бар. Чистый кайф, короче, жігіттер, отырдың, кеттің. Мына жерде обязательно бір байқап айтып кететін дүние, жігіттер, ручник, то есть ручник электронный болады. Электронный ручникті білесіңдер, алаяқтар өте көп, ойбай 15 мың, 20 мың оның колодкасын ауыстырған деген. На самом деле, бұл жерде мына П деген кнопканы 3 рет төмен басасың, 3 рет жоғары басасың, и үшіншісінде ұстап тұрасың, короче, кішкене бір 5 секундтай. Сол кезде артқы супыттарың разжиматься етеді. Вот сол кезде колодканы ауыстырасың. Негізі осындай дүниені айтып қою керек, себебі элементарный нәрсені бір жаңалық қылып, кейбір автосервистер атасының құнын сұрайды. Мінекей жаңа өзім айтып кеткендей, кнопкалары бар, жаңағы салоннан ашасың өзің. Жолқып, короче, бүлдіреді ғой. Жоқ, күтіңдер кішкене мінез. Кнопканы басасың, есігің ашылады, есігің жабылады. Альфардтың ауруы осы өзі, ағайындардың өзі постоянно айтатын. Андай клиент мына жерімді құртып кетті, мына жерімді бүйтіп кетті деп. Салон еще кожаный емес, салон мынандай Тедди деп айтады. Тедди деген осындай бір аюлау, короче, отырған кезде жып-жылы отырасың. Қыстың күні особо кайф қой бұндайлар. Жақсы жігіттер. Керемет екен өте. Еще, кстати, 360 видео регистратор бар бұл жерде. То есть алдында, артында регистратормен запись жүріп отырады постоянный. Жігіттер, қазір менің не темамен айналысып кеткенімді білесіздер. Toyota мен Lexusқа мотор мен коробка сатам привозной. Іздейтін болсаңыздар, керек болса жазыңыздар, хабарласыңыздар. Любой Toyota мен Lexusқа мотор, коробка привозной менде бар. Номерім барлығы тұрады, если что, я на связи. Жігіттер, сонша мақтаған машинаң ертең қазақ емес екен ғой деп жүрмеңдер. Иә, машина расында қазақ емес, бірақ бұлардың мысалы үшін нарықтағы бағасы 30 миллион, 25 миллион. Біз оны қазақ емес болғаннан кейін 16 миллион деп бағалап тұрмыз. Іздеген адамдар болса, номерді обязательно тұрады. TikTokта өзіміздің машинаның хозяинын тоже аккаунтын отмечать етіп қоям. Жазасың, іздейсің, келсесің. В общем, машина негізі өте жақсы состояниясы. По кузову не битый, не крашеный, любой толщиномер, любой проверка, жігіттер. Косяк жерлері бар, оны келген кезде көресіңдер, бірақ менің ойымша ол ондай-мұндай косяк емес. Артына оралайық, жігіттер, артында келген кезде не бар? Бағана айттым ғой, спортивный обвес ТРД деген комплектация деп. Тоже мінекей бамперіне мән берсеңдер, мына обвесі бар, кішкене агрессивный түрі бар. Ол деген спортивный обвес, жаңағында ТРД комплектациясы деп түсіне берсеңіздер болады. Багаж электродоводчикпен емес, көтеріп жібересің. Ол деген тоже өте кайфовый тема, жігіттер. Слишком көп электрика, ертең ақшаның соры, себебі погодный условия бар. Бір жерде енді әртүрлі жағдай болады ғой. Сол себепті электрикасы қуып кетеді, мысалы үшін көп машинада. Мына жерде механический, міне өзің көтердің, өзің алдың, жаптың. Минуссыз машина болмайды. Мен үшін бұл минус, жігіттер. Сіздерді білмеймін енді қалай қарайтындарыңды. Артқы фарлары диодный болады. Ертең стопың жанбай қалса, мысалы үшін, ой, лампочкасы күйіп кетті деп ауыстыра салмайсың. Бұл жерде либо фарыңды разбирать етіп тұрып, бір 50-60 мың теңгеге ремонттатасың, немесе 100 мың теңгеге комплектісін сатып аласың ғой. Мүмкін 100 мың емес, мүмкін одан да қымбат, а мүмкін одан арзан. Оны білмеймін, жігіттер. Жігіттер, тағы да осы бір қара айғырдың мынандай артқы лобовойы, артқы кузовтың терезесі, артқы есіктің терезелері в лоб закатанный қап-қара тонировка тұр. Ал алдыңғы жағында, алдыңғы терезелері уже күйілген, то есть күйдірілген, жженый дейді, затемненный ғой, короче. Бұл же кайфовый тема, адамның өзінің бір машинаға деген махаббаты осындай майда-шүйде тонкий детальдардан білінеді. Бағана видеоның басында айтып кетіп едім, сәл-сәл репутациясы нашарлау деп. Репутациясын нашар қылатын, машина айдамайтын қойыншықтар отырып алады машинаға, сөйтеді артыңа тақалып, фарт етіп, болмаса асығып, өзі кетеді, болмаса қасындағы адамдарды ала кетеді да. Негізінде көпке топырақ шашуға болмайды.
машинаның ақырын дұрыс айдай білетін адам, өзінің шаршаған шаршамаған түсінетін адам машинаны нормально айдайды, особенно Альфардтарды.